эфирден шығып, қазір барлығымыз ресторанға бара жатырмыз. Дальше Польша деп, кәдімгідей оқып үлгере алмай жатырмыз. Көп рахмет құттықтап жазып жатқан жандарға. Прям өте қатты қуаныштымыз. Енді татау қуанғаннан екеуміз екі жақтан жылап жүрік, күйеуім екеуміз. Бәрі күшті. Рахмет. Екеуміз главное қуанып отырмыз. Кім болса да Құдай сұрағанымызды берді деп. Енді бұйырса главное аман есен дүниеге келсін. Солай. Сіздерге де жұғысты болсын. Ал біз ресторанға келдік. Жайлап адамдарымыз да келе жатыр. Вот так. Барлығын дайындатып жатырмыз. Ләшетта. Бұл қызды болады, бұл тәтемі жаным. Мынау саған гүл шоқтары. Вау, рахмет. Болашақ принцессаның анасы. Құтты болсын. Жаным. Өзіңе прямо как Прям черная пантера болып тұрсың ғой. Иә, ал сен белый ангелочек болып тұрсың. Ал мұнда тележүргізуші деп естігеніміз бар. Және де экс қатысушы өте әдемі, өте көрікті. Эдуштың жақын құрбысы Айдана Чужикова бір қосып қойыңыздар. Бай, келесі бізде универсальный, позитивный и әсемнің болашақ шанжары. Аделей Долбычук. Бізде қонақта. Бәрекелді. Пожалуйста, қол соқпаймыз әне. Бәрекелді. Самая красивая, самая яркая, самая обаятельная мисс мира, мисс вселенная, ең әдемі әйел, ең әдемі қыз енді болашақ ана, құдай қаласа Эдуарданың көңіл-күйі қалай екен. Эдуарданы қарсы аламыз қарекей. Көзбен, бақсы есе бұлтай Күшті істермеге ойшы жаным. Мен аңғырым. Қыз болады деп жеткенді. Білім баба. Құда түсінген емес па? Мен білгенімізді түсінбей жатқан адамдар қазір автор гендер пати болып жатыр. Автор? Автор деген после деген сөз. Мына жерде мынандай кісілер бар, мына жерде қыздар бар. Не қыласың ұлдарды? Біздің поезі деп айтайын. Эдуарда красавицама! Нормально, да? Жақсы. Айбек досым, красавчик ба! Жоқ, болмайды. Болмайды, түсіндір. Солай болады. Планда қалай жібердің деген өзің кінәлі боласың ғой жалпы. Сондықтан бұйыртса қыздың артынан ұлдар ере берсін. Зато қыздар андай болады да, немерені тез сүйесің. Ол бала есейіп, ақыл есін тоқтатып, біз сияқты 30-ға үйленіп, сондай болатса, немере. Ең жақын деген барлық жан жоқ. Бірісі таппай жүрген едім. Бұйыртса енді бірдей ата-анамыз жүрген деген шалар. Сол енді бақытты күндеріміз көп болсын. Ең керемет. Барлық айтады ғой, ең жақсы деген дастарханымыз болсын деп. Ең керемет дастархандарымыз осылай болып көбейді.